Базилия Түспекқызы, сырлы қаба, сұлу марқа. Қабаның көре тамыры атанған азамат. Өмірінде есінен кетпейтін, о дүниеге қимайтын адамдардың бірі. Қасиетті қабаның қайсар ұлы Дөненбай Тұратау ұлы еді. Өкінішке орай еді деуіміздің себебі, Дөкеннің қайтыс болғанына міне жыл толып отыр. Ол кісі туралы бір-екі ауыз жылы сөз жазып, аруағын еске алмасақ, қадірменді дәмдес ауылдас болғанның не қасиеті бар? Ауыл іші абыр-сабыр, жігіттер әскер қатарына аттанғалы жатыр. Үйде дастархан жаюлы. Ауыл болып аттанып жігіттерді кезектесіп қонаққа шақыруда. Сондарынан бүкіл ауыл еріп жүрді десе артық емес. Дөкеннің қолында гармошка, жан-жағын қоршаған әнші бишілер. Біз мектепте жүргенбіз. Жігіттер әскерге аттанды деген дауысты естігенде, барлығымыз көшенің басындағы Дөкеннің үйіне жүгіре жөнелдік. Дөкеннің баптаған аты құтырынып тұр. Өзі үстінде, қолында сырнайы ойнап жүр. Бір уақытта сырнайын мойнынан асырып артқа жіберді де, ауылдың ішімен шауып өтіп, көшенің басындағы үйген тасқа қарай атын басы жіберді. Бұғымүйіз ауылының басында үйген тас деген жер бар. Үйілген тастарға қарағанда бұрынғыдан қалған қорған болуы мүмкін. Ауылдан кім қандай сапарға шықпасын, осы жерге дейін шығарып салып, жаяулап қайтатын дәстүр болған. Болашақ жауынгерлерді жерлестері осылай сапарға шығарып салды. Ауыл ішіп тып-тыныш болып қалған. Сырнайдың да дауысы естілмейді. Көшеде жігіттерсіз сыңғырлаған қыздардың үні де шықпайды. Дөкеннің орны бөлек екен. Бір уақытта үйлеріне хат келді. Қиыр шығыста моряк болып, азаматтық парызын өтейді. Тағы да бір шама мерзім өткен соң фотосын салыпты. Ат жақты әсем келбетті матрос формасы жарасып ақ тұр. Мақтанышпен ауылымызбен тамашаладық. 3 жыл өте шықты. Аман есен ауылға оралды. Сұңғақ бойлы, кен иықты, жә деген азаматтың бірі болыпты. Қайратты шашы артқа қайрылған, кейде екі жаққа жарылып, самайын жауып тұрады. Басында Дөкен әскері міндетін ойдағыдай атқарған соң, қиыр шығыста қалып, оқу оқып, әскери қызметті жалғастырмақшы болыпты. Қартайған анасы рұқсатын бермепті. Елден кетіп қайда бармақсың? Қайт қайт. Астына алған соң елге оралған. Менің шешеммен әңгімелесіп, сырласып жүретін еді. Бір чемодан қыздардың суреттерін алып келіпті. Майра, мұның бәрі менің қыздарым, танысқам десе, шешем таңырқап, не деген өздері шеттерінен сұлу, тура хордың қыздары ғой деп таңданатын көрінеді. Сөйтсе, ауылға кинофильмдер қойыла бастағанда білдік, көбі әртістердің фотосуреттері екен открыткадағы. Дөкеннің сол қызықтарын айтып, шешем рахаттана күліп алатын. Әскерден келе еңбек майданына араласты. Совхоз тракторшы машинистің оқуына аттандырды. Ол кез тың жерлерді игеріп жатқан шақ. Қаба өлкесінде де тың егеру басталған. Ішкеріден келген орыс, белорус жігіттермен қатар біздің Дөкен де бір тракторды ауылға айдап келді. Бала кезінен еті тірі, қайратты, өткір жігіт болғандығынан азан шақырып қойған Дөненбай аты баяғыда Дөкей мықты деген сөздің мағынасымен Дөкене айналып кеткен. Міне осылай еңбек жолы басталып, бірінші тың көтерушілердің алдыңғы шебінде болды. Алғашқы медаль де кеудесіне жарқырап тағылды. Уақыт жылдам. Қаба өлкесінде тракторымен барып шаруа істемеген жері қалмаған шығар сірә. Үйлі боранды болды. Сүйіп қосылған жары, Руза Қабықай қызы өмірде жақсы серігі болып
8 бала сүйгізді. Қаба өлкесінде жауын шашыннан көзді аштырмайтын уақыттар болады. Шылқыған батпақтан адамдардың аяқтарынан рәзіңке етік түспейтін, шөптің биіктігі 2 метрден артық, көшенің бәрін көк шөп басып жататын. Күннің көзі қылт етіп көріне қалса, ауылдағылар керемет қуанатын. Жауынды күндерде ешкім үйде жатпайтын, барлығы қыс қамымен қызу жұмыста болатын. Ферманың жанындағы үлкен шұңқырларға көк шөпті үйе төгіп, трактормен ары-бері баттайтын. Әбден толып болған соң, үстін жауып, қысқы малдың сүрлем пішендемесін дайындайтын. Қыс кезінде бір шұңқырды ашып, ай бойы малды бағып шығатын. Мұндай науқанда жауынға қарап тұрған ешкім жоқ. Бала-шаға түгелдей малмандай су болып, сол сүрлеп шұңқырының басы қасында жүреміз. Ал қыс кезін тіпті айтуы қиын. Қалың қар жауғанда аудан орталығы мен қатынас болмай, тіпті кейбір үйлердің есіктері ашылмай қалатын кездер кездесетін. Табиғат та әрине бір қалыпта тұрмайды. Қазіргі кезде қуаңшылық тартып барады. Ол кездермен әсте салыстыруға болмайды. Міне осындай қиын қыстау кездерде Қаба совхозын орталықпен байланыстыратын, көбінде жанар-жағармай таситын 2-ақ тракторшы Дөкен мен жанындағы Саламахин деген орыс жігіті. Осы 2 азаматты да Қабаның қан жүргізетін күре тамыры артериясы деп айтатын. Жағармай жеткізілмей қалса, өлке тіршілігіне қауіп төнетін. Осы 2 тракторшы қыс айларында ұйқы дегенді білмейтін. Күнде күн демей, түнді түн демей, аудан орталығы мен Қабаны байланыстыратын. Сынып қалған жерлерді аязда қолдарымен үрлеп жүріп, тракторларын жөндейді, от алдырады. Суықта трактордың астында жатып, жөндей оңай ма? Ақсиған тістері ғана көрініп, көздері жылтырайтын. Үсті бастарына қарамай сініп, қап-қара болып жылтырап тұрады. Жолды боран алып қалғанда, жолдың үстін де тазалап жүретін. Ауыр жұмыста жүріп, біз шаршады қиын деген сөз ауыздарынан шығып көрген емес. Қабаға 2 цистерна май жеткізсе, қуаныш сол. Үйлеріне жете мұрттай ұшса да, ертеңінде қайтадан жол қамына дайындала бастайды. Бұл 2 азамат шын мәнінде Қабаның күре тамырына айналған. Тек жанармай мен жүк тасыса көрім ғой жұртта. Осыларға жабысып аудан орталығына барып қайтады. Қыста трактордың кабинасынан орын тисе, ұшаққа мінгендей боласын. Ал трактордың гуілі мен тарсылдақ жүрісінен құлағын түк естімей жайқалып түсесің. Бір емес 10-20 жыл мына кісілер қалай істеген дерсің. Трактор шанасының үстінде май толы бөшке, оның айналасына тонға оранып кісілер орналасады. Бізді басып қалады-ау, оқыс боламыз деген ешкімнің ойына кіріп те шықпайды. Тіпті бертін біз оқып жүрген кезде теректінің басындағы Қабаның гаражында отырамыз. Дөкендер шықты, киім-кешек жібердік деп хабарлап қоятын. Ол кісілерді көргенде әкеміз келгенде қуанамыз. Шанаға жайғасамыз. Боран ба, аяз ба, бәрібір үйге жетсек болды. Әйтеуір сенеміз Дөкене. Дөкен десе Дөкен. Қалайша риза болмайсың осындай азаматтарға? Рұқсат жоқ, алмаймын деп айта алмайды. Жол жөнекей тоқтап, қымтап, алған азықтарымен тойдырып қояды. Әке-шешелерімізден бірдене сұрап мазалау жоқ. Міндетті адамдай үйге жеткізіп тастайды. Ішімнен ойлап, мың рахметімді жаудырып жүруші едім. Бұғымүйіз ауылына да тоқтап, біздің үйде жылынып тамақтанатын. Шешем Дөкеннен біреу үшін көмек сұрап ақылдасып отыратын.
адамның араласып жүретін бір-екі сауыншы құрбыларының қолғабыс тигізер туыстары болмаған. Сол кісілерге қолынан келген көмегін тигізіп жататын. Дүкендер ауылға келе қалса, бір қарағайдан сүйреп әкеп, соларға отын түсіретін. Бала шағаларды жинап, кестіріп, жиғызып та беретін. Ол кезде отынды қол арамен кесіп даярлайтын. Фермадағы сиыр қораның астын, айналасын тазалауға көмек сұрайды. Болыспаймын демейді. Келесі жолы бульдозер күрегін іле келіп, айнадай детіп тазалап береді. Ауыр жұмыста жүрген аналар рахметтерін жаудырады. Кім көмек сұраса, көмектесуге әрдайым даяр тұратын Дөкеннің өзі қандай болса, Қаба өлкесінің тұрғындары да сондай сыйлайтын. Барлық үйлердің есігі ашық, тамақтарын даярлап, дөкелеп тұратын. Өзі бір керемет сауықшыл жан еді. Жол бойы шаршап келе жатырмын демей, түскен үйде гармошка көрсе, ойнап ән сала отыратын. Онда ешкім екі тілде әнді шырқап, сырнайда ойнай алмайтын. Өзі құрастырып, орыстың частушкаларын айтып, билей жөнелетін. Жылынайық десіп кірген үйде сырнайлатып, әндетіп, аяғы биге айналатын. Көңілдерін көтеріп, бірақ жолға шығатын. Дөкене бірде совхоз жолдама беріп, дем алуға жібереді. Ол кезде бір тал шашы қалмай әппақ болған. Аман есен демін алып, оралғанда шашы қап-қара болып келіпті. Орыстар айтпақшы, человек без комплексов. Ел не дейді-ау деп, оған ол мән бермейтін, өз дегенмен жүре беретін. Дөкеннің боялған шашына замандастары әзілдеп талай әңгіме етті. Сонынан шипажайға барған сайын шашын боятып отыратын болған. Бір жолы жирен болса, келесі жолы қызғылт сарыға боятқан. Балалары жас болып көрінесің деп мәз болса, өзіме де ұнайды деп олармен бірге қуанады екен. Заман өзгеріп, аумалы төкпелі кезең басында совхоз рабкомқа жұмысқа кіреді. Ол жерде де қандай тапсырма болсын бұлжытпай орындайтын. Тіпті ұжым жастарымен жарыса, шығармашылық есептерге де қатысатын. Бірде таңдаулы нөмерлердің арасында Дөкеннің де нөмері еніпті. Аудан орталығының сахнасына шығып, өзі частушкаларын айтып, қыздары би билеген. Бір қызығы әнге қызығып, алған тоқтамай қойыпты. Уақыт бітті, сахнаны босатыңдар десе, кеудеден қайнап шығып жатса, қайтесің? Сахнада сайрапты кеп. Қаба өлкесінің мұң-мұқтажын айтып болған соң бірақ түсіпті. Жұрт концерт қоюға зорға қатысады, ал біздің Дөкен сахнадан түспейді деп күлісіпті. Дөкеннің Қаба өлкесіне сіңірген еңбегі өте зор. 2-5 жылдықтың жеңімпазы атанды. Бірнеше медальдармен марапатталды. Қабалықтардың мақтан тұтатыны Дөненбай Тұратауылы, еліне еңбегі сіңген тракторшы. Зайыбы Руза апай екеуі балаларын жеткізіп, зейнет демалыстарына шыққан. Татулық пен қызықты өмір кешті. Ол жұртына қалаулы, қадірлі де ардақты ардагерлердің бірі еді. Су-мажал ортамыздан өткен жылы қарашада 73 жасында алып кетті. Дөкеміздің орны Қабада ерен бір бөлек. Жатқан жері торқа, жаны жанатта болсын деймін. Артында қалған бала шаға, жан жары, туған туыстарының дендеріне саулық тілей отырып, Дөкеннің жасай алмай кеткен жасын берсін дегім келеді. Төсқайын ауылы. Оқыған Хамитова Асфира Асымқанқызы.